Бәріңізге қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге теханализ, паттерн заңдылығы, уровеньдер жайлы ештеңе айтпайтын боламын. Мен бүгін сіздерге осы сфераға енді келген новичоктар және осы сферада жүрген 1-2 ай болған кісілерге айтар ақылым және де қандай ошибкаларды қайталамау керек екендігін жайлы айтам. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Мен өзімді таныстыра кететін болсам, мен есімім Бексұлтан, жасым 23-те, 98 жылғымын. Бұл сферада жүргеніме 3,5 жыл болып қалды уже. 2 жыл минуста жүргем. Маған ешкім айтпады осы қателіктерді істемеу керек екендігін. Ол мен өзім уақыты келе өзім миыма түйгенім. Түйіп барып, түсініп барып, плюсқа шыға бастадым да. Сол ошибкаларды сіздерді қайталамасын деп осы видеоны басып жатырмын. Сол үшін осы видеоны соңына дейін көріңіздер ағайын. Керекті мағлұматтар өте көп. Осы сфераға енді келген ағайындарға енді айтарым, 3 қағида бар. Осы 3 қағиданы жақсылап ұстансаңыздар, сіздер 1-2 айдың ішінде уже минустан бөлек доходқа ертірақ шығып кетесіздер. Маған баста үстіп айтатын ешқандай кісі болмады. Мен олған 2 жылым, 3 жылымда әшейін көзді ашып жұмғанша кетіп қалды. Мен сіздерге бірінші ақылым, ең бірінші бастаған кезде, пока опыт жинап бітпейінше, сіздер демошетпен ойнаңыздар, ең бірінші. Екінші, теханализді жақсылап жүргізіңіздер. Теханализдің ішіне жаңа паттерн заңдылығы, фигуралар, уровеньдер ішіне кіреді. Одан кейін үшінші, өзіңіздің мысалы психикаңызды жаңа психологический азартқа дайын болуларыңыз керек та. Біріншіге келетін болсақ, демошет. Мен демошеттен ойнаған кезде 2 ай ойнап жүрдім да, 2 айдың ішінде мен демошетімді көп ақшаға көбейтіп қойдым. Мен ойладым там, ой мен болды, мен күшті ойнаймын, мен мынаның бәрін түсініп алдым деп ойлап жүрдім да, и ойнадым. Ойнағаннан кейін мен уже минусқа кіре бастадым. Не үшін? Менде уже психика уже бұзыла бастады да, азартты ойнай бастады. Мен 2 жыл минуста жүріп отырдым. Ең бірінші менде не дұрыс болмады? Ең бірінші менде теханализ дұрыс болмады. Теханализ ішіне жаңа паттерн заңдылығы, уровень и фигуралар. Осы үшеуін мен толық түсінбедім. Оның барлығы менің YouTube каналымда бар, барлығын өтіп көрсеңіздер болады. Ол жерде тек основаларды көрсетем. Основаларды, жаңа основа паттерн заңдылығы, основаларын көрсетем, өзілік азақ, оны көріп алсаңыздар болады. Қанатын кеңге жайған паттерндар олар. Одан кейін фигуралар, тоже қанатын кеңге жайған основа фигуралары да. Көп адамдар сол фигураларды дейді да, ең бірінші. Технический анализ, жаңағы мысалға осындай бір графикаға кірдіңіздер. Кіргеннен кейін мына жерде қараңыздар. Төңкерілген қостау орындалып тұр. Егер төңкерілген қостауында мысал ең болмаса мына паттерн дұрыс болмаса, мен кірмеймін. Не үшін? Өйткені менде үшеуі де сәйкес келу керек. Бірінші фигурам сәйкес келу керек, екінші уровенім сәйкес келу керек, үшінші паттерным сәйкес келу керек. Хотя осы үшеуінің ішінде біреу сәйкес келмейме, хотя хоть уровень, паттерн немесе фигурамның біреу сәйкес келмесе, болды, мен бұл ставкаға вообще мүлде кірмеймін. Не үшін? Маған мен сіздерге видеомның каждый раз айтам, 80% сіздің анализіңізге байланысты, 20% ол уже рынокқа байланысты. Сол үшін 3 қағида жаттап алыңыздар. Бірінші, фигураны көреміз, екінші, уровеньді көреміз, үшінші, паттернды көреміз. Осы үшеуінің біреуі сәйкес келмейме, болды, одан шығып кетеміз. Демошетті айттым, технический анализді айттым. Егер психикаға келетін болсақ, психологически сіздер дайын болуларыңыз керек бұл жерде. Не үшін? Өйткені мен басында бастағанымда ақшамен бастамадым. Бірінші демошетпен. Демошетте мен барлығын ұтып жүрдім ақшамды. Демошеттен ақшамды көбейіп тастадым. 2 есе, 3 есе, 4 есе көбейіп тастадым да, мен ақшалай ойнай бастадым. Ақшалай ойнай бастаған кезде, мен бірінші ұтылған кезде уже менде стресс пайда бола бастады. Неге ол кірмеді? Неге ол жоғары қарай бармады? Болмаса неге астына түспеді? Менде технический анализ вообще дұрыс болған жоқ ол кезде. Келген кезде, мысалы, осы сфераға келіп отырдыңыз, ставка жасайын деп отырсыз. Ставка жасайтын кезде сіз психологически дайын болуыңыз керек. Не үшін? Өйткені келесіз
Сізде бірінші мақсат болу керек. Мен бүгін 3 ставка жасаймын. 3 ставка минусқа кірсе де орнынан тұрып кетем, плюсқа кірсе де орнынан тұрып кетем. Болды. Одан кейін ешқашан ұрсып кеп, болмаса біреу қарызын сұрап жатса, соны уайымдап, бірдеңені уайымдап, мысалы, болмаса біреумен ұрсып кеп, ненің жұмысыңыздың алдына отырмаңыз. Өйткені сіз 100% қадаласыз. 100% сіз минусқа кіресіз. Ол менің басымнан өткен. Просто менде опыт бар, мен сіздерді соны қайталамасын деп айтып отырмын. Менде опыт бар. Келесіздер, свежий басқа отырасыздар. Әр валютаны бит мониторить етіп өтесіздер. Мысалға, мынау ұнады ма? Галочка қойып қоясыздар, избранныйға сақтап. Барлығы мониторить етіп болғаннан кейін, қайттан өзіңіздің жаңағы избранныйдағы валютаңызға кеп, полный тех анализіңізді жүргізесіз. Ал егер өзінің арасында бір валюталар болады, уже уақыт кеп тұр, кіретін точкасы кеп тұр, соны кіріп қалу керек. Ондай кезде тез қарайсыздар, паттернды қарайсыздар, уровеньді қарайсыздар, фигураны қарайсыздар, болды. Барлығы сақпадат етіп тұр ма? Все, ставканы алып жібереміз. Өйткені так мынау дұрыс емес ау, анау дұрыс емес ау деп отқанда сіздің уже кіретін точкаңыз уже айнып кетеді. Момент кеп тұр ма, жібермеңіз. Момент кеп тұр. Одан кейін оны алып болғаннан кейін, ол келесі валюталарымызды іздей береміз. Мысалы, ұнап тұр маған, уровень сопротивления кеп тақалып тұр. Мен енді осыдан алғым кеп тұр. Бірақ мен алмай, мен уже немді істеп қойғам. Ставкаларымды бүгін 3 ставка дедім, отырдым, алдым, плюсты отырдым, шығып кеттім. Маған керек жоқ бұның. Мақыл, келесі ойнайым кешке жақын. Сағат 9-дарда, 10-дарда кеп ойнау мүмкін. Ставка алуым мүмкін. Ол кезде де свежий басқа. Егер шаршап тұрсам, хоть малейший там кішкентай болсын желанием болмаса, ставка алуға. Все, мен ұйықтап қалам жатып. Болды да бұған қайтып келмеймін. Өйткені менде кішкентай не болып тұрса, жаңағындай желание болмаса, вообще ойнамаймын. Сосын сіздерге бір кеңесім. Егер фигура, там, уровень, или жаңа паттерн іздейтін болсаңыз, ситуация іздейтін болсаңыз, 1 минуттық, 5 минуттық таймфреймнан іздемеңіздер. Сіздер ол жерде асығам, мынаны кіріп үлгеріп қалу керек еді деп жүргенде, сіз минус боласыздар. 100% минус боласыздар, мен сіздерге айтайын. Сол үшін бірінші опыт жинап алғанша, пока көз үйреніп, ми тез там оқып үйренгенше, мына жерде жарты сағаттық және 15 минуттық таймфреймнан іздеп үйреніңіздер бірінші. Содан кейін барып 5 минуттық, 1 минутқа кіре бересіздер. Мынада сіз ситуацияны бірінші 100% анализ жасап аласыздар, асықпай. 1 минуттықта, мысалы, 1 минуттың ішінде уже келесі свеча басылып кетеді. Сол үшін бірінші жарты сағаттық или 15 минуттық таймфреймда бірінші анализ жасап үйреніп алыңыздар. Қай жерден кіру керек, қай жерде вход керек, қай жерден алу керек, бірінші колена қай жерде, екінші колена қай жерде, money management қай жерде, риск менеджмент қалай ұстау керек, соның бәрін есептеп болғаннан кейін барып ала бересіздер де, бұл жерде асықпай. Ал 1 минутта сіздер уже оның бәрін уже соображать етіп, ойлап үлгере алмайсыздар. Сол үшін осы 15 минуттық или жарты сағат таймфреймді анализ жасап үйреніңіздер. Келесі видеода мен сіздерге money management и риск менеджмент и точка входа, кіретін точкасын көрсететін боламын. Енді ағайындар, көбінде сұрақтар пайда болып жатыр. Там закрытый группаға қалай кіреміз? Ол закрытый группа тегін сіздер үшін тегін істеп қойған. Ол закрытый группаға қалай кіреміз? Астында Alimtrade-тің сілтемесі тұрады, сонымен өтеміз. Сол жерге регистрация жасаймыз, верификацияны өтеміз. Ішіне 3000 теңге, 3,5 теңге толтырамыз. Оны менің шотыма аударыңыз деп жатқан жоқпын. Оны өзіңіздің шотыңызға аударасыз. И оның барлығын істеп болғаннан кейін телеграмға жазасыз, условияң бәрін істедім деп. И ID-іңіз жазып жібересіз. Мен ID-іңіз бойынша тексерем. Егер барлығы дұрыс болса, мен сізді закрытый группаға қосам. Кешкі сағат 7 мен 9-дың арасында тегін ставкалар ойнатылатын болады. Күніне 2 ставка тегін. Мен де ол ставканы мен де алатын болам. Соны ұмытпаңыздар.
Бұл группа, закрытый группа сіздер үшін тегін. Ол 3,5 теңге маған кетпейді. Ұтсаңыздар да, ұтылсаңыздар да, ол өздеріңіздікі. Соны ұмытпаңыздар. Естеріңізге сақтадыңыздар ғой. Енді келіп жатқан, осы сфераға келіп жатқан ағайындарға 3 советім. Бірінші, демошотпен ойнаңыздар. Екінші, теханализ жақсы жүргізіңіздер. Үшінші, психикаға мықты болыңыздар. Психологически дайын болыңыздар. Қанша ұтылып атсаңыздар да, 3 ставкама болды, қайтып кетеміз. Азартына берілмеңіз. Азартына берілдіңіз ба, бітті. Бүкіл ақшаңыздан айырылдыңыз. Осыны есте сақтап алыңыздар, осы 3 қағиданы. Теханализді қалай жүргізу керек екенін менің видеоларымды қарап, видеоларымызды көріп шықсаңыздар болады. Паттерн заңдылықтары, технический анализ талдау, ставканы талдау, солардың ішінде барлығын айтып түсіндіретін боламын. Енді комментарийларға жауап бере салайын тезірек. Брат, мен 5 мыңға сатып алған биткоин дәл қазір 200 мыңнан көп тұрады. Мен есімде еді бір биткоин 30 мың рубль тұратын. 2015-те де аудим. Қазір все 4 миллион тұрады. Конечно. Көбейіп кетті қазір. Орында тұрмайды ол биткоин. Бұдан да көп болуы мүмкін. Сізден хабар күтемін. Сізден хабар күтемін, жауап беріңізші. Неге жауап берейін? Бинарный аукцион алгоритмі болады, соны білу керек, мен білемін. Бинарный аукционның алгоритмі болмайды, ағайындар. Ол жерде реально адамдар торговля жасап отыр. Ол қандай бинарный аукцион? Ол жерде теханализ жақсы жүргізу керек, и все болды. Ол алгоритм деген ол. Егер алгоритмді барлығы уже, егер сіз білетін болсаңыз, ол сізден, мысалы, жалғыз сіз емес, сөйтіп алгоритмін іздеп атқан адамдар. Мыңғырық адам. Неге олар байып кетпейді? Неге ол, мысалы, рынок құлап кетпейді ол кезде? Неге банкрот болып кетпейді рынок? Оның алгоритмі болмайды. Рахмет, сізге де рахмет. Ассалаумағалейкум. Сонда бір биткоин 21 миллион тұрса, 5 мыңға теңге, 2 мың теңге қалай биткоин алады, түсіндіріп жібере аласыз? Алдын ала рахмет. Кішкентай бөлігін алады, и все болды. Кішкентай бөлігі деп тұр. Там 0 миллионның 301 бәлесінші биткоин, сондай аласыз ғой, бір биткоин емес та оған. Қаншадан бастап сатып алуға? 5 мыңнан бастап сатып алуға болады. Жақсы түсіндім. Сізге де рахмет. Бұл соптама фьючерсі деді. Жоқ, бұл Алимтрейд. Алимтрейдта бұл спот, фьючерс, мен Binance'та ондай торговля жасамаймын. Мен только Алимтрейдтен торговля жасаймын. Ал мен Binance'та только неге жаңа инвестиция ретінде қолданамын. Керемет, рахмет. Қайырлы күн, осы акцияға қатысып ақша салып қалай пайда табуға болады, соны үйренуге бола ма? Әрине үйренуге болады. Мен сіздерге айттым, теханализді жақсы жүргізу керек деп. Теханализдің ішіне жаңа уровень, паттерн и фигуралар. Мен сіздерге айтайын, осы криптовалюталарда акциялардың графикасын қарайтын болсаңыздар, кәдімгі Алимтрейдтегі графикалар, сіз уже графиканың қайға кетіп бара жатқанын біліп отырасыз. Соны естен шығармаңыздар. Теханализ, бірінші үйреніп алатындарыңыз теханализ, и все. Жаңалықтарға әсер етеді, әрине жаңалықтарды әсер етеді арасында, бірақ жаңалық күнде шыға бермейді ғой. 3 айда бір, 6 айда бір, 1 жылда бір шығып қояды. Ал оған дейін сіздер теханализбен жұмыс істейсіздер. Әрине үйретем ғой, криптовалюта нені үйретейін сізге? Қалай сатады? Қалай Алимтрейдта, ол жерде Алимтрейдта сатпайсыз. Только ставка аласыз, болды. Бір биткоин қымбат түседі. Мен биткоин алмағам, өйткені биткоинді мен өзім көріп тұрған жоқпын, уже жететін шарығына жетіп қойды. Рахмет. Осы комментарийларға жауап беремін. Комментарий жазыңыздар, мен жауап беремін барлығына.